Ол күнді Арман ешқашан ұмытпайды. Таң еді. Қала әлі оянбаған. Ас бөлмеде тек сағаттың тықылы ғана естіледі. Арман қолындағы ыстық шайды ұстап тұрып, қарсы алдында тұрған орындыққа қарады. Әдетте ол жерде Айгерім отыратын. Бірақ бүгін орындық бос еді. «Айгерім», деді ол баяу. Жауап болмады. Жатын бөлмеге кірді. Шкаф ашық. Киімдердің жартысы жоқ. Сол сәтте жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Үстелдің үстінде қағаз жатты. Ашып оқыса, «Кешір, мен кетуім керек, мені іздеме. Уақыт бәрін түсіндіреді» деген жазу. Бар болғаны осы. Телефон өшірулі. Туыстары ештеңе білмейді, достары да. Айгерім жоқ. Алғашқы аптада Арман есі дұрыс адам сияқты жүрмеді. Түнде ұйықтамайды, күндіз үнсіз жүреді. Еркексің ғой, төзе біл, деді біреулер. Өзің кінәлісің дегендер де болды. Бірақ ешкім оның жүрегінің қалай жанып тұрғанын түсінбеді. 3 жыл. 3 ұзақ жыл. Ол Айгерімді ауруханада, апатқа түскен жағдайда, басқа еркекпен кеткен жағдайда елестетті. Бірақ шындық ең ауыры еді. Бәрі белгісіз. Бір күні ол айнаға қарады. Шашы ағарған, көзі өшкен, өзіне өзі бейтаныс адам. Жетер, деді ол сыбырлап. Сол күннен бастап жұмысқа тұрды. Спортпен айналысты. Өзін қайта қолға алды. Бірақ жүрегіндегі жара жазылған жоқ. 3 жылдан кейін кәдімгі күн, сауда орталығы, көп адам. Арман лифтке кірді де сыртқа қарады. Сол сәтте көзі оны көрді. Айгерім. Бірақ мүлдем басқа Айгерім. Киімі өзгеше, жүзі өзгерген, көзінде бұрын болмаған ауырлық. Арманның қолынан пакет түсіп кетті. Көзі қарауытып, шалқасынан құлап түсті. Арман есін жиған кезде өзін орындықта отырғанын көрді. Су әкеліп беріп жатып, «Аға, жақсысыз ба?» деді бір бейтаныс адам. Ол басын көтерді. Алдында Айгерім тұрды. 3 жыл. 3 жыл бойы ол бұл сәтті ұйқысында, түсінде, қиялында мың рет көрген. Бірақ дәл осылай болады деп ойламаған. Айгерімнің қолдары дірілдеп тұр, көзі жасқа толы. «Арман», деді ол баяу. Сол бір ауыз сөз 3 жылдық үнсіздікті жарып өтті. Арман тұра алмай қалды, аяғы босап кеткендей. «Сен тірісің бе?» деді әрең. Айгерім басын изеді. «Иә». Осы бір «иә» оның ішінде жиналып қалған ашу, сағыныш, өкініштің бәрін қозғап жіберді. Екеуі бір кафеге отырды. Алдарында шай, бірақ ешқайсысы қол тигізбеді. «Неге?» деді Арман ақыры. «Неге мені тастап кеттің?» Айгерім көзін төмен салды. «Мен сені тастап кеткен жоқпын», деді ол. «Мен сені қорғадым». Арман күлді. Ауыр, сенбейтін күлкі. Қорғау деген осылай бола ма? 3 жыл бойы жоғалып кету ме? Айгерім қолын қысқан күйі отырды. «Егер айтсам, сен мені жібермес едің. Ал енді айт», деді Арман даусын көтеріп. Айгерім терең дем алды. «Мен ауырдым, Арман». «Не?» «Дәрігерлер қатерлі ісік», деді. Арманның құлағы шулап кетті. 3-ші саты. Ота да, емде қымбат, нәтижесі белгісіз. Арман орнынан атып тұруға дайын еді. «Неге айтпадың?» Айгерім көз жасына ерік берді. «Себебі сен сол кезде жұмысыңнан айырылып қалдың. Үй, несие, өмір. Ал мен саған жүк болғым келмеді. Мен сенімен бірге бәріне дайын едім», деп айқайлады Арман. «Білем», деді Айгерім. «Сондықтан кеттім». Айгерім бәрін айтып берді. Қалай шет қалаға кеткенін, жалғыз емделгенін, түнде ауырсынудан бүктеліп жатқанын, Арман бақытты болсын деп дұға еткенін. «Мен кейде тірі қалмаймын» деп ойладым. Сонда да сенің алдыңа сол күйімде келгім келмеді. Арман қолымен бетін жапты. «Еркек жыламау керек» дейді, бірақ бұл жерде ол шыдай алмады. «Сен мені өлтірдің», деді Арман баяу. «Күн сайын». «Кешір», деді Айгерім. «Мен сені жерледім. Тірі адамды 3 жыл бойы». Айгерім басын төмен салды. «Ал мен күн сайын сені түсімде көрдім». Ұзақ үнсіздіктен кейін Арман сұрады. «Қазір ше? Қазір қалайсың?» Айгерім сәл жымиып, «Қазір бәрі артта қалды. Алла шипасын берді». Арман көзін жұмды.
3 жыл кешіктің деді ол. Білем деді Айгерім. Бірақ сен әлі де мен үшін бәрісің. Арман терезеге қарады. Қала сол қалпы, адамдар сол қалпы, ал оның ішінде бүкіл әлем аунап түскендей еді. Мен сені әлі де сүйемін деді Айгерім сыбырлап. Бірақ сенің шешіміңді қабылдаймын. Арман орнынан тұрды. Маған уақыт керек. Ол кетіп бара жатты. Бірнеше қадам жасап тоқтады. Артқа бұрылды. Егер сол кезде айтқаныңда, мен бәрібір қасыңда болар едім. Айгерім жылады. Арман баяу жақындап оны құшақтады. 3 жылдық ажырасу бір сәттік құшақтасумен бітпейді. Бірақ кейде махаббат кешігіп келсе де өшпейді. Арман сол күннен кейін Айгерімге хабарласпады. Телефоны қолында тұрды, нөмірі сақтаулы, бірақ батылы жетпеді. Өйткені ол енді бұрынғы Арман емес еді. 3 жыл бойы ол күткен, ол үмітін көмген, ол іштей әйелін жерлеген. Ал енді сол әйелі тірі, алдында тұр, сөйлейді, күледі, жылайды. Бірақ бәрібір бөтен. Түн, пәтер, үнсіздік. Арман терезенің алдында ұзақ тұрды. Егер сол кезде айтсаң, егер мен қасыңда болғанда, ол өзін жегідей жеді. Бірақ басқа сұрақта мазалады. Ал мен ойладың ба? Менің жаным қалай күйетінін сездің бе? Махаббат бар, бірақ реніш те бар. Бұл уақытта Айгерімде оңай өмір сүріп жатқан жоқ. Ол шағын пәтерде жалғыз тұратын. Төсегінің жанында дәрілердің орны бос тұр. Бұрын сол жерде өмір мен өлімнің арасында болған. Кей күндері ол оянып кетеді, Арманды іздейді. Бірақ жоқ. Мен бәрін дұрыс істедім бе деп сыбырлайды. Бір күні Арманға қоңырау түсті. Арман мырза, сәлеметсіз бе? Біз сізді бір адамға байланысты іздеп отырмыз. Ол тынысын ішіне тартып қалды. Айгерімге қатысты. Жүрегі шым етті. Не болды? Ол ауруханаға түсті. Арман ауруханаға қалай жеткенін өзі де білмеді. Палата. Айгерім төсекте жатыр. Беті бозарып кеткен. Мен қорқып кеттім деді ол әлсіз дауыспен. Бұрынғы ауру емес, жай әлсіздік. Арман үндемей отырды. Сосын, мен кетпеймін деді. Қайтадан жоғалмаймын. Айгерім жылады. Мен сенен ештеңе сұрамаймын. Тек жанымда отырсаң болды. Арада күндер өтті. Арман ауруханаға күнде келіп тұрды. Олар көп сөйлемейтін. Кейде үндемей отырып ақ бәрін түсінетін. Бірақ Арманның ішінде бір қорқыныш бар еді. Тағы жоғалтып алсам қайтемін деген. Бір күн Айгерім сұрады. Егер мен сол кезде айтсам, сен бәрін тастап менімен бірге болар ма едің? Арман ойланып қалды. Иә, бірақ мүмкін сені де, өзімді де құртар едім. Айгерім жымиып, сол үшін кеттім ғой деді. Айгерім ауруханадан шықты. Екеуі сыртқа бірге шықты. Көктем еді, ауа таза. Арман тоқтады. Біз бәрін нөлден бастай аламыз, бірақ бұрынғыдай емес. Айгерім басын изеді. Мен соғанда дайынмын. Бірақ тағдыр соңғы сынағын қалдырған еді. Айгерімнің шетелге кету мүмкіндігі шықты. Тексеріс, бақылау, жаңа өмір. Мен жалғыз кетем деді ол. Сені байлағым келмейді. Арман ұзақ ойланды. Сосын, бұл жолы мен сені жалғыз жібермеймін. Әуежай, 2 адам. 3 жыл бұрын айырылысу, қазір таңдау. Арман қолынан ұстады. Біз өмірді басқаша түсіндік. Бірақ махаббат сол күйі қалды. Айгерім жылады. Кейде кету сүймеу емес, кейде ол ең ауыр сүйіспеншілік. Бұл тарих тастап кету туралы емес, ауру туралы емес. Бұл үндемей көтерген махаббат туралы. Кейде адамдар айғайлап кетпейді, опасыздықтан кетпейді, қорғау үшін кетеді. Шетел, жаңа қала, бейтаныс көшелер. Бірақ бұл жолы қорқыныш жоқ. Арман мен Айгерім шағын пәтер жалдады. Ешқандай зәулім үй емес, бірақ терезесінен таңның жарығы түсетін. Бұрын біз бәрін дайын күйінде қаладық деді Арман. Ал қазір өз қолымызбен құрап жатырмыз. Айгерім жымиып, маған да керегі осы деді. Тексерістен өтті. Дәрігерлер нақты айтты. Қауіп жоқ, тек бақылау. Айгерім сол күні алғаш рет еркін демалды. Мен тірімін деді ол сыбырлап. Шынымен тірімін. Арман оның қолынан қысты. Бұл жолы өмірді бірге сүресің. Арман жұмыс тапты. Айгерімде біртіндеп өмірге араласты. Олар кешке бірге шай ішетін, бірге үнсіз отыратын, бірге күлетін, ең бастысы бірге болатын. Біз бұрын бақытты болуды кейінге қалдырдық деді Айгерім бір кеште.
Ал қазір әр күнімізді бағалаймыз. Бір таңда Айгерім қолында тестпен тұрды. Қолы дірілдеп, Арман деді баяу. Арман бұрылды. Мен қорқып тұрмын. Арман тестке қарады. Көзін уқалады, тағы қарады. 2 сызық. Ол үндемеді, тек Айгерімді құшақтады. Бұл жолы біз ешқайда қашпаймыз. Айгерім жылады. Бірақ бұл бақыттың көз жасы еді. 1 жылдан кейін олар елге оралды. Арман бұрынғы үйдің есігін ашты. Міне деді ол. Осы жерде бәрі күйреген еді. Айгерім ішке кіріп, ал енді осы жерде бәрі қайта туады деді. Күз, үйдің ауласы. Арман баласын қолына алды. Айгерім жанында тұр. Егер сен сол кезде кетпегенде деді Арман, мүмкін біз бұған жетпес едік. Айгерім жымиып, кейде Алла адамдарды бөледі, қайта қосу үшін деді. Арман аспанға қарады. Мен сені 3 жыл жоқтадым, бірақ сол 3 жыл бізді осы күнге дайындапты. Айгерім басын оның иығына қойды. Бұл оқиға ажырасып кету туралы емес, ауру туралы емес, бұл сабыр еткен махаббат туралы. Кейде адамдар кетеді, жоғалады, үндемейді, бірақ егер ниет таза болса, оның соңы бақыт.